Тау үстіндегі орманда қар жауып тұр. Ханның қызы өзінің отбасымен бірге орманнан жидек тауып алып үйіне алып бара жатыр. Әкесі, анасы және екі баласы үйіне асығуда. Ал ұлдарының біреусі жолдан үлкен қызыл алманы көріп, оны да үйіне алып барғысы келеді. Алма қаншалықты ауыр болса да, кішкентай ханның қызы оны көтеріп, өздерінің ұясына қарай алып келе жатыр. Ханның қызы деп аталатын басқа жәндіктер ұяларына ұшып келді, және мұнда жеміс-жидектері өте көп екен. Сонда әкесі бір ұлының жоқ екенін байқап, оны іздеу үшін қайтадан далаға шықты. Осы уақытта біздің кішкентай үлкен алманы алып келе жатыр. Ал бұны зиянкес шыбындар байқап тұр. Шыбындар біздің кішкентайды қоршап алды және оны ұрып алмасын тартып алды. Осы кезде ханның қызының әкесі пайда болды. Ол шыбындарды мазақ қылып ашуына тиді. Сонда ашуланған шыбындар алманы тастап әкесінің ізінен қуып кетеді. Олардың жолында өрмек тоқыған өрмекші тұр екен. Әке дереу тоқтап үлгерді. Ал зиянкес шыбындар болса қатты жылдамдықпен өрмекке соғып, өрмекшімен бірге жерге құлады. Әкесі ұлына қайта оралды және екеуі бірге үйіне қайтты. Бірақ та неге екені белгісіз алманы тастап кеткен. Осылайша ханның қызы отбасымен бірге тәтті ұйқыға кетті. Осы уақытта түнгі қалада қара құмырсқа өзінің отрядымен бірге кезіп жүр. Қара құмырсқа жақын жерден тәттілер сататын дүкенді байқады. Ал құмырсқа ішке кіріп қарағанда, зефир жеп отырған күзетшіні көреді. Ал сөрелерді қарағанда, көптеген қорап-қорап кәмпиттері бар екен. Онымен қоса бұл жерде қант та бар. Құмырсқалардың нағыз сүйікті асы. Күзетші далаға шыққан кезде, қара құмырсқалар дереу ағашты алып, қант тұрған жерге қарай қояды. Олар жоғарыға шықты. Бір қорап қантты алып, жайменен жерге түсуде. Бірақ та шыны керек, осылай жасаймын деп, құмырсқалар командирін өлтіріп ала жаздады. Күтпеген жерден дүкенге үлкен сары құмырсқалар да келіп қалды. Оларға да керегі қант екен. Бұны көрген қара құмырсқалар жан-жаққа қаша жөнелді. Ал олардың командирі қашып баратып, заттарды басқа мемлекетке тасымалдайтын қоймаға тап болды. Сары құмырсқалар командирді қуып келеді және олардың саны секунд сайын көбеюде. Құмырсқа командирі басындағы антеннасымен дабыл белгісін қосты және бұл дабылды орманда ұйықтап жатқан ханның қызының әкелері естіп қойды. Ол құмырсқа досына көмектесуге асықты. Ал оның ұлы болса әкесінің ізінен еріп ұшып келеді. Сары құмырсқалар қара құмырсқаны жарық беріп тұрған лампаға дейін қуып келді. Сары құмырсқалар қара командирді ұстап та үлгерді. Бірақ та көмекке келген әкесі мен баласы қара құмырсқаны барынша құтқаруға тырысуда. Алайда сарылар қара құмырсқаны өздеріне қатты тартып жібергісі келмейді. Нәтижесінде лампа кері сілкініп, бірнеше сары құмырсқа қорапқа түсіп кетті. Және бұл қорап Қытайға тасымалданады екен. Онымен қоса лампа ханның қызын ұлын да итеріп жіберді. Осылайша ұлы тәттілер тұрған қорапқа салынып, қораптың беті жабылып, Гваделупаға ұшатын болды. Адамдар қорапты көлікке тиеп, әуежайға алып бара жатыр. Ханның қызының әкесі де ұлының ізінен қалмай ұшып келе жатыр. Ал коробканы скотчтап тастаған себепті әкесі баласының қасына бара алмайды. Әкесі ұлын тек қана қорықпа деп жұбатумен болды. Осылайша көлік әуежайға да келді. Бірақ та әкесі ұлының ізінен еремін деп тек қана есікке соғумен болды. Осы кезде таракан келіп көмектесті. Ол ханның қызына жан-жаққа қарай тарайтын құбырлардың жолын көрсетті. Ал осы уақытта қорапты ұшаққа кіргізіп тастады. Сонда әкесі есік жабылса да, жүріп бара жатқан ұшаққа дөңгелек шығатын жер арқылы кіріп кетті. Ханның қызы өзінің ұлын тауып алды да ұйықтап демалып ал дейді. Себебі алда оларды ұзақ сапар күтіп тұр. Осылайша ұшақ Атлант мұхиты арқылы ұшып Кариб аралдарына келді. Ал тәттілер салынған қорапты пикапқа мінгізіп, жақын жердегі кафеге алып бара жатыр. Жанашыр әке қораптың үстінде тіпті бір секундқа болсын ұлының жанынан кетер емес және қызығушылықпен айналадағы табиғатты зерттеп келеді. Жолдар бұралаң болғандықтан қорап қозғалып, әкесі жерге түсіп кетті. Әкесі қатты соққыдан есін жоғалтты және ұлы да көзден ғайып болды. Осылайша тәттілер орналасқан қорапты кафеге әкелді. Қожайын қорапты ашты және ұлы бостандыққа шықты. Енді ұлы орманға қарай бет алды және жүрген жерінің барлығына әкесі өзін оңай табу үшін іздер қалдырып кетеді. Мұнда ханның қызының әкесі есін жиып жатқанда алдынан үлкен теңіз шаянын көреді. Ол жүріп барып төбешікке шыққанда жағажайда жүргенін білді. Ал теңіз шаяндары болса демалып жатқандардың тамағын ұрлап кетуде. Және жақын жерде ескерту ілінген. Ал ескертуде абайлаңыз, өте улы құрт деп жазылған екен. Дәл осындай құрттың біреуі демалып жатқан адамның қасында өтіп бара жатыр және адам да абайсызда оны езіп алды. Сонда еркектің денесі жасыл даққа толып кетті және үсті басының барлығы қыши береді.
қанның қызының әкесі кокосты тасып бара жатқан жергілікті қара құмырсқаларды көрді. Ол құмырсқалармен танысып, өзіне көмек сұрайды. Сонда құмырсқалардың біреуі басындағы радио байланыспен әлемнің барлық құмырсқаларымен байланысқа шықты. Бұл сигналды кеме бортындағы құмырсқа да және суасты қайығындағы құмырсқалар, тіпті қытайлықтар салған ең үлкен қабырғадағы құмырсқалар да оны естіп тұр. Бұл жердегі ең қуаныштысы, өткен жолы қанның қызы көмектескен өзінің досы командир қара құмырсқа да бұл сигналды естіп қалды және досына көмектесейін деп көне бір глобусты тауып алды. Осылайша қанның қызының сонау Гваделупа аралынан бір-ақ шыққанын бірден білді. Бұл дегеніміз Атлант мұхитының екінші бөлігі. Осы ақпараттардың барлығын сигнал арқылы таратты. Қара құмырсқа маған көмектес деп өзінің досы өрмекшіге келді. Өрмекші ойыншық үйдің ішінде өмір сүреді және үнемі опера тыңдағанды жақсы көреді. Басында өрмекші құмырсқаның алдында есікті тарс жапты, ал кейіннен көмектесуге келіседі. Сонда өрмекші ойыншық кемесін ұшатын шарларға байлап, батарейка арқылы алдыға жылжиды. Осылайша құмырсқа екеуі саяхатқа аттанды және өрмекшінің бұйрығымен құмырсқа қатты алысқа ұшып кетпеу үшін шарларды біртіндеп босатып отты. Ал мұнда қанның қызының ұлы джунгли әлемімен танысуда. Бұл жерде бұрын-соңды көрмеген жәндіктер өте көп. Кішкентай қанның қызы қатты қорқуда. Ол ұшып келетіп, басында жидектері бар қызық бір өсімдікті көреді. Кішкентай оның үстіне барып қонғанда, өсімдік оны дереу жұтып алды. Сөйтсе бұл жыртқыш өсімдік екен. Біздің кішкентай өсімдіктің ішінде өзінің уын шашты. Сол арқылы өсімдік құлап, біздің кішкентай бостандыққа шықты. Осыдан кейін кішкентайдың алдынан Дәуіт шықты. Дәуіт өзінің көздерімен кішкентайды гипноздағысы келгенде, біздің батыр оған да уын шашып тастады. Ашуланған Дәуіт қанның қызының ізінен қуа жөнелді. Бірақ та жолда ағашқа соғып есін жоғалтты. Осыдан кейін қанның қызы өрмекшінің торына түсіп қалды. Бұл торға түскен жалғыз ол емес. Бұл жерде шыбын, улы құрт және жергілікті қанның қызы да бар. Достар, шатасып кетпеу үшін жергілікті қанның қызына Айжан деп ат қоя салайық. Жәндіктердің барлығы барынша өрмектен шығуға тырысуда. Осы кезде жардан үлкен өрмекші шығып, біздің кішкентайдың алдында олай да бұлай билеп қояды. Осы уақытта қанның қызының әкесі баласының тастаған іздері арқылы оны тауып алды және үлкен тасты тауып өрмектің үстіне лақтырды. Сонда өрмектер үзіліп, жәндіктердің барлығы үңгірге қарай құлай берді. Енді әкесі мен жергілікті Айжан екеуі есін жоғалтқан ұлын үңгірден шығарды және содан кейін шыбынды құтқарды, ал соңынан улы құртты да құтқарып алды. Осы кезде үлкен өрмекші есін жиып ізінен қуа бастады. Бірақ та әкесі мен Айжан екеуі басқаларын құтқарып үлгерді. Осыдан кейін әкесі ұлын көтеріп, Айжанның ізімен жүріп, жергілікті қанның қыздары өмір сүретін ұяға келді. Біздің кішкентай қанның қызы еш қимылдар емес. Сонда жергілікті жәндіктер барлық емдік шараларын қолданды. Біздің кішкентайдың үстіне саңырауқұлақты әкеліп езді және гүлдің тұқымдарын себеді. Онымен қоса барлығы қайғылы бір өлең айтуда. Көмекке келе жатқан құмырсқа мен өрмекші Атлант мұхитының үстінен өтті. Осы кезде үлкен дауыл тұрды. Кеме олай да бұлай шайқалуда және найзағайдың кесірінен шарлардың барлығы жарылып, кеме суға батып тереңге қарай түсуде. Тереңге түскен кемені үлкен акула жұтып қойды. Осы уақытта Гваделупада таң атты және біздің кішкентай қанның қызы есін жиды. Олар Айжан екеуі нәзік сүйіседі және жағажайда бірге ұшып, тастың үстінде демалып отыр. Ал әкесі болса жергілікті қанның қыздарына өздерінің шытырма саяхаты туралы айтып беруде. Жергілікті қанның қыздары барлығы бірігіп үлкен кокосты көтеріп алды және оны тасқа лақтырып ақыры бөлшектеп тастады. Осылайша қанның қыздары кокостың дәнегін рахаттанып азық қылуда. Алайда әке таулы аймақта қалған өзінің отбасын сағынып отыр. Осы уақытта құмырсқа мен өрмекші орналасқан кеме акуланың ішінде. Сонда өрмекші колонканы әкеліп, музыканы бар даусымен шыңғыртып қойды. Осындай дауысты көтере алмаған акула кемені қайтадан сыртқа шығарды. Біздің батырлар мұхиттың бетіне қарай көтерілуде, ал құмырсқа болса қайтадан шарларды үрлеп жатыр. Келесі күн басталды және талдың ішіндегі жәндіктерді араның даусы оятып жіберді. Жағажайда құрылыс техникалары пайда болды және бұл жерге инженерлер мен жұмысшылар келді. Адамдар осы жерге қонақ үйдің құрылысын бастап кетті. Жергілікті қанның қыздары үйлерін жоғалтуға шақ қалды, себебі үйлері ағаштың тесігінде орналасқан.
Сонда әке жағажайдағы улы құрттың оқиғасын есіне алды. Ол дереу джунглиге аттанып, осы жерде Дәуітті кезіктіреді. Дәуіт әкені гипноздап, кейін ұстап алды. Бірақ та бақытына орай дереу ұлы келіп әкесін тартып әкетті. Дәуіт қанның қыздарын қуып келеді, және жолда оларды қууға тағы да 3 Дәуіт қосылды. Әкесі мен ұлы мұхиттың жағасына келді. Енді шегінерге жол жоқ, және оларды Дәуіттер қоршап тұр. Сонда күтпеген жерден құмырсқа мен өрмекші басқарған кеме келді, және қанның қыздары дереу кемеге мініп алды. Өрмекші кеменің артына барып оттықты жақты. Сонда кеме қатты жылдамдықпен ұшып, Дәуіттерден аман қалды. Кемеде әке мен құмырсқа екеуі бір-бірін көріп қатты қуануда. Осылайша біздің батырлар улы құрттар өмір сүретін үңгірге де келді. Осы жерде әке өзінің зұлым өрмекшіден құтқарып алған құртты кезіктіреді. Ал осыдан кейін әке улы құрттардың патшасымен кезікті. Бұл патша өте үлкен екен, және басындағы антеннасы мен әкенің басындағы антенге тигізіп, оның осы жерге дейін саяхатының барлығын көре алды. Сөйтіп улы құрттардың патшасы қонақ үй құрылысына кедергі жасауға келіседі. Қонақ үй құрылысы жалғасуда. Сонда бір инженер қолынан улы құртты көріп, оны жай ғана шертіп жіберді. Сонда инженер мен қасындағы жұмысшы екеуін жап-жасыл улы түтіндер басып алды. Ал артынан басқа адамдар қарағанда, бұл екеуінің бетіне жасыл дақтар қаптап кеткен. Сонда адамдар жағажайдың барлығын улы құрттар басып алғанын көрді. Осылайша қонақ үй құрылысын дереу тоқтатты. Және адамдар үстеріне химияға қарсы киімді киіп, абайлаңыз, улы құрттар бар деген белгіні қойып, барлығы кетіп қалды. Осыдан кейін әкесі мен ұлы жергілікті қанның қыздарымен қоштасуда. Жергілікті жәндіктер бұл екеуіне жеке-жеке келіп алғыстарын айтуда. Ал ең соңынан Айжан келіп қоштасты. Европалық қанның қыздары кемеге мінді. Бұл кеменің ішінде жергілікті жәндіктер сыйлаған үлкен кокос бар. Осылайша кеме үйге қайту үшін көкке көтерілді. Мұнда қалған Айжанның көзі мұңға толы, жүрегі жаралы. Және біздің кішкентай да мұңайып жағажайға қарап тұр. Осыдан кейін ұлы әкесімен қоштасып, Айжанның қасында қаламын деп шешті. Сөйтіп біздің кішкентай Айжанды тауып оның қасында қалды. Осылайша ұшатын кеме туған жеріне де келді. Осы жерде достар қоштасып, үйлеріне қайтты. Құмырсқа өзінің ініне кірді. Мұнда барлығы ұйықтап жатыр екен. Біздің батыр құмырсқа басқаларына үлкен сыйлық дайындап қойды. Басқа құмырсқалар оянған кезде бұл жерден үлкен кокосты көретін болады. Ал біздің батыр өрмекші өзінің ойыншық үйіне келіп, сүйікті музыкасын тыңдауда. Ал басты қаһарман әке өзінің ұясына келіп, қатты шаршаған күйі отбасымен бірге ұйықтап қалды. Ал орманда жапалақтап әдемі қар жауып тұр. Достар, бейне ұнады ма? Егер ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Достар, сіздерге арнап Керемет мультик дайындап қойғам. Оны көру үшін экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.